Bismillahirrahmanirrahim. Azamat Botam, dört bosağın törün bolsun, dört kıbılan keng bolsun, örüsün maldı, dastarkanın maylı bolsun. Жаңа konusун suatты, күнің şuaқты, ömürün bakıtты bolsun. Tül gözden, bele jaladan bir Allah öz saktasın. Intımak birlik berekesin, bir Allah özü versin. 18 мың қаламдағы періштем бүгінгі тойға арнап жайған ақ дастарханыңа жиылып тұрсын. Даналардың батасы, сәнилердің сықылықтап күлген күлкісі қашан естіліп тұрсын үйіңде. Аман бол Ботам, аумин. Аллаху акбар. Allah razı olsun әке. Тәңірім сендерді тексіздікте сақтасын, тоғытты болсын, аумин. Allahu akbar. Жауабы білмеген ұнайды маған еркелеткен сөздері ұнайды маған жалындатқан көздері ұнайды маған бір өзіңмен сырласқан ұнайды Азамат, махаббат, боталарым, бүгінгі күндерің сендердің Жексенбай әулетіне алтын әріппен жазылды. Ол енді ешқашанда балтамен де шабылмайды, отпен де кетпейді. Бақытты болыңдар айналайын. Махаббат, атыңа затың сай болсын, сүйіктіңнің сүйкімдісі бол. Бұл өмірде бәрі болады. Бір ақын айтқан екен. Өмір деген өзен, ағады да кетеді. Бүгін қайтып енді саған, ертең қайтып келмейді деп. Тойларың құтты болсын айналайын, аман болыңдар. Мынау баяғыда мәшһүр Жүсіп Көпей Абайға сәлем беріп келе жатса, Абай тоқта деп айтты дейді. Сұрақ қойыпты, иман қайда, береке қайда деп. Сонда мәшһүр Жүсіптің жаңылмай, тоқтамай берген жауабы дейді. Иман жүректе, береке әйелі жақсы еркектің үйінде деп. Махаббат айналайын, үйлеріңде өмір бақи мәңгілік береке болсын. Әйел айтады ғой, үйдің берекесі, ер адам даланың қуы деп. Әйел сол еркектің тапқанын жаратып отырады. Аллам бұйыртса, мынау бір абыз айтқан екен, өмірімнің жазы кетіп, күзі қалды, жасымның көбі кетіп, азы қалды деп. Айналайын, менің жаным сендерден садақа. Мынау жасымның көбі кетіп, азы қалып, өмірімнің жазы кетіп, күзі қалғанда сендерден шөбере сүйсем деген арманым бар. Оның кейін жалғастықтан сүйсем, қалғандарынікі білмеймін енді. Алла тағала оған жеткізе ме, жеткізбей ме? Азатымнан сүйдім. Екі шөберемді шапқылап жүрмін. Толқып, әрең тұрмын. Жаңа көргенде беттерден сүйіп, біраз көтеріп мауқымды бастым. Айналайын, бұйыртса, шөбере сүйгісіңдер. Қанша қалды дейсен маған? Азамат, арттарыңнан өңкей гаишниктер қаптап шыға берсін бірі арттан бірі. Махаббат, айналайын, сенің артыңнан өңкей саудагер ақша санап жүгіріп жүрсін. Шаңғарақтарың биік, керегелерің кең болсын. Бүгінгі тіккен туыларың ешқашан шайқалмасын. Бақытты болыңдар. Сізден бәрімізге рахмет деген ұят келіп отырғандарыңызға. Мен енді шексіз қуаныштымын. Жексенбаевтың Жуаныштың әулетіне бір отау тігілгеніне, осы азаматты әкем жетектеп, ақ шәпкілі бала деп баяғыда есіңде ме Азамат? Тойда, тауда сені жоғалты. Сен осы Жексенбаевтың әулетінен бір депутат болып келедің сол тойға. Енді міне бүгін өзің азамат болдың. Қолыңа ақ құсың қонды. Көп айтпай-ақ қояйын, толқып өзім астан кестен болып Жуаныш әкем, шешем
ойыма түсіп, бұл әулетте келін көбейсін, отау көбейсін, өссін, өнсін жуаныштың әулеті. Аман болсын, қай уақытта да болса, сыйлы, белді, елді сыйлайтын келін бол айналайын. Елге, елеулі халқына аман болыңдар, болды сол айтқаным енді. Асқаттың келіні, бәленің келіні, түгленнің келіні демеймін, жуаныш атасының келіні, қолы тиген, жетектеген осы жалғаспен азаматты. Қыздар, Азекең просто финансовый не болып отыр, я. Кішкене спонсор болып тұр бүгінгі кешімізде, я. Той құтты болсын, той боласын. Ал келіңіздер. Анашым, апау, келіңіз. Бір тілек істеп. Назираның тойында Назираға айтып едім. Айналайын, Азаттың артында інілері, қарындастары бар. Соларға бас көз бол, үлгі бол деп. Енді азаматтың артында інілердің қарындастары бар. Енді Назира, сен, мейірім, шөуің, сол артында қалған қайныларыңа, қайынсіңлілеріне бас көз болып, үлгі болыңдар. Аман болыңдар айналайын. Шаңырағында тағы да бір келін түсіп жатыр, қуаныш болып жатыр, қуаныш ұзағынан болсын, қолыңыз арып жатыр. Енді немере сүйгізіп, шөбере сүйгізіп, осы әулетте тек қана той болсын, тойдан тойға жете беріңдер. Баршаңызға осындай бақытты, қуанышты күндер нәсіп етсін. Келіннің аяғынан, қойшының таяғынан деп, осы келіннің аяғы осы отбасымызға, нағашыларымның ауылына тек қана жақсылық алып келсін. Ұзағынан болсын. Егем үшін өте қуаныштымын. Бақытты болсын жастар. Тек қана бұл әулетте қуаныш болсын. Нешеде келдіңіз тойға? 4 жақында келдік, ешкім жоқ екен. Ешкім? Балам айтты, мама шатасып қалған жоқсың ба? Мүмкін бүгін болмайды деді. Қой, ол болмас. Я не могла спутать дедім. Бәрекелді, не деген қошемет, құрметті ағайындар. Әрине, бұнда Азекеңнің артынан осындай сізде. Апау, мен сізге бір сұрақ қояйын. Ауыр ма, жеңіл ма, қандай сұрақ қояйын? Ну, нормально хочу там. Аға, қораға кірсеңіз, қораға кіресіз ғой, я? 3 бұқа байлау тұр. Екеуі қара жіппен, біреуі қызыл жіппен. Қайсысы ұрғашша? Түгел бұға қойын. Қошемет yapmanlar ama, Allah razı olsun. Burası sizге. Al.
Братысы бірінші келді ғой. Иә, одан кейін Одан кейін келу жоқ бізге. Оған дейін келеді. Қошемет деп қалды. көтерген жаңалықтан биік болсын, бақытты болыңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын. Главный уважение дейді ғой. Ең бастысы бір-біріне сыйлаңдар. Қалған бәрі болады. Ақшада, жұмыста главный бір-біріне сыйлаңдар. Осы бақытпен нормальный толқында жүре беріңдер. Өздерін направлять етеді. Соған ілінсін болды. Бәрдеріңізге рахмет, осы тойға келіп, азаматтың қуанышын бөлісіп отырғандарыңызға бәрдеріңізге денсаулық, бәріңіз аман болыңыздар. Тойдан тойға жете берейік. Келіп жатқан біздің азамат баламыз бен махаббатымыздың заңды некесіне келіп, қуанышымызды бөлісіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Дастархандарыңыз тек қана жақсылыққа, қуанышқа, осындай балаларымыздың, үрім-бұтағымыздың қуанышында ортақтасы барлығымызды қолдап, қоштап жатайық барлығымыз. Келіп жатқан қадамдарыңыз нұр болып, осы балаларымызға айтылып жатқан тілектердің барлығын Алла қабыл етіп, берекелі отбасы болсын. Азамат, махаббат екеуіңе баянды өмір, мәңгілік махаббат. Азатқа мен қандай тілек айтсам, жүрек жарты мен де махаббатымды да саған да арнаймын. Бұл азамат біздің Асқар екеуміздің кіндік баламыз. Сондықтан балам, болашағың жарқын, баянды, еңбегіңде табысты, жора жолдастарыңыздың алдында бақытты ғұмыр кешуіңе тілектеспін. Еңбегіңнің жемісін көріп, махаббат екеуің бақытты ғұмыр кешіңдер. Рахмет. Махаббат келдер ол. Бір серікті сұлаңыздар. Бір серікті сұлаңыздар. Құрметті ағайындар, жыласақ той деп жылайық. Осы әулеттің құмырын, осы күтетін ұрпағын бір Алладан сұрайық. Қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Той елінің құрметті бір қол шапалақ соғайық. Той құтты болсын. Шап, шап, шапала. Шап, шап, шапала. Ай отыр партала. Рахмет. Онда өндей болады. Келіңіздер, орнында бір сурет болсын. Азамат бауырым, көтерген шаңырағың биік болсын. Махаббат екеуің мәңгі жарасын. Жастарыңа бір жастыққа қартайсын. Қандай бақытты болыңдар. Тек бақыт, тағы да бақыт. Келген қадамдарыңызға нұр бітсін. Әр шаңыраққа осындай жақсылық, той бола берсін. Азаматик жаным сол, кеше ғана кішкентай ғана бала болып жүгіріп жүрмедім. Өзім баққам, өзім өсіргем деп гордо айта аламын деп қояйыншы. Бүгін міне енді өзің құсыңды тапқан екенсің, қолыңа қондырып жатырсың. Сен де бір ер азамат болдың. Көтерген шаңырақтарың махаббат екеуі биік болсын. Мәңгілік махаббат тілеймін екеуіңе. Әрқашанда екі жаққа сыйлы болып, бір-біріңді қолдап, қоштап, сыйлап жүре беріңдер. Мәңгілік отбасы болыңдар. Көп балалы отбасы болыңдар. Жаным, бауырым, жеңгем, төрге шыққандарың құтты болсын. Құдалықтарың мың жылдық болсын. Енді
қуаныштымын. Алғашқы қуанышымыз ғой енді, енді Азаттан кейін енді Азатты алғашқы болған. Енді міне азаматымыз ізбасар. Осылай әулетімізде, Жексенбаевтар әулетінде той бола берсін әрдайым. Төрде отырған ата-анамның жақсылығы деп білем. Осыған жетіп жатқан әке шешем аман болсын, шөберелерін сүйе берсін, қолына майын жеп, осылардың жақсылығын көріп ортамызда жүре берсін. Тек қана жақсылық болсын енді, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр шаңыраққа осындай жақсылық той тілеймін. Тойымыз тойға ұласа берсін. Сенеден қосылмайды, қосылған енді болмайды. Тағдыр неге қатаң болды, мен жазды мен жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түннің шуағында жаным саған, қарамастан кеттің маған. Айлы түннің шуағында шомылға. Ассалаумағалейкум, құрметті қоғам. Кімде-кім балконнан секірсе, субханалла. Алла, мына кісінің Алла разы болсын, рахмет басшылығына болды ма? Енді қайтсыншы. Құдайға шүкір, достарым бәрі кашмалар. Бәрі былай гулянiyat, суда. Мен неғыл емен мынау. Құрметті жамағат, әке шешем, нағашыларым, жиендерім, әкелерім, бәріңізге рахмет. Осындай бір жақсылығымызды бөлісіп келіп жатырсыздар. Уақыттарыңызды бөліп. Уақытты қойшы, уақыт Алланікі, сағат біздікі. Қасиетіңе сен бәрі кәсіпке бөліп қой. Қызық сода болып тұр ғой енді. Ең ішкеміз ашты болып, көңіліміз тәтті болып, осы ұлым мен қызым көтерген шаңырақ биік болып. Шындығын айтқанда. Мына ұлым тұңғышым мен мақсат. Азамат деп дадасы қойған. Атназаты сай келін алып жатырмыз. Бұл кісі есім махаббат. Екінші ұлым жалғас, келінім мерейлім.
Бұлардың бәрі адам басталады, жынан басталады. Билаймыз не? Екеу қара, екеу сары. Енді Құдай қаласа, періште болса, жыртық үйдің Құдайы бар деп, осындай бала үйрет шығар. Ең жаманымыз осындай болып, бәріңізге осындай келін алып, немере сүйіп, шөбере сүйіп, бір жағынан ана біздің Байбатша Бақ айтқан, Сәбит айлап алған, әжеп түргені бұтшын шығарып аты бақып сатты. Солай ма Бақа? Енді Құдай қаласа осы ата болайық, осы балалардың көтерген шаңырағы биік болып, терезесі тең болып, керегесі кең болып, шайқалмасын. Құдайға шүкір, балаларым жаман емес. Ана бір нағашым айтқан, қайынғайға жақсылан жын туады, жаманға ұй туады деп. Құдайға шүкір, балаларым жетіне метқұн шақыра көрді, аузым толтырып айта алам, мақтан алам. Шоқай болғаны, әңгіме жоқ. Ят басты айтайын, осы Розан қызынан әңгіме өсіме батқан. Дөкен деймін, ұл дедім, ұл тапты, қыз дедім, ұл тапты. Қыз дедім, ұл тапты, әй кеші. Дөкен бол жүрген, шыны керек еді. Әке-шешеме рахмет, нағашыларыма рахмет, әкпелеріме рахмет. Бұл кісілерді қанша жүреді дейсің, алды 83-ке кеп, енді бір 40 жүреді. Кетеді осы кетеді. Тағы не қылайым енді осылай пенсионерім бар мақсат. Пенсиям Мансұрбек. Қай жүресіз? Осы Мансұрбегім тойында осылай тамадамен таласып, микрофонда олар сөйлесіп, соның рахатын көрейін. Құдай соған жеткізсін. Бәріңізге рахмет, уақыттарыңызды бөліп келіп, Жексенбаевтар әулетінде. Әкем марқұм Жуаш көрмей кетті осы азаматтың несін. Бірақ жоғамыз бар мұнды көріп атырмыз, Құдайға шүкір. Олар ғой, бәрі ойдағыдай болса, өмір не болып кетеді болса? Өмір ертегі болып кетеді. Ең жаманымыз осындай болсын. Ең жаманымыз осындай. Бүгін енді міне азамат ұлымыз, махаббат келініміз көтерген шаңырақтары биік болсын, керегелері кең болсын, үлгілі бір отбасы болсын. Ең басты оларға денсаулық тілеймін, жастары ұзақ болсын, екі жаққа да сыйлы болсын. Бізге енді немере сыйласын, ата-әжесіне шөбере сыйласын. Осылардың тек қана жақсылығын көрейік. Енді осы отырған баршаңызға мында бір алғыс, сіздерге де денсаулық, отбасыларыңызға тек қана жақсылық, той, береке, бірлік тілеймін. Әр отбасыда тек қана той болсын. Сіздер де осындай ұлдарыңызды үйлендіріп, қыздарыңызды үйлендіріп, тек қана той бола берсін енді осы. Әр отбасыда. Бар жақсылық тілеймін енді. Не деймін енді осы. Екі балама тек қана жақсылық тілеймін. Бізге енді немере сыйлап, шөбере сыйлап, келесі жылы бұйырса бесік тойда той бола берсін, той тойға ұласа берсін. Аман болыңыздар барлықтарыңызды. Мына бүгін Тамадаға, Мақсат ағайға рахмет, мында бір кафеге осы барлықтарыңызға, биші қыздарға, барлықтарыңызға тек қана рахмет айтамын.